Ассалаумағалейкум, армысыздар алаш жұрты. Ғабит Кәдірбай арнасында қош көрдік. Бүгінгі сіздермен болатын әңгіме кешегі жұмада Елордада ашылған мешіт жайлы және Қайрат Жолдыбайұлының Фейсбуктағы осы тақырыптағы жазбалары жөнінде болмақ. Видеоға лайк басып, төменге пікір жазып, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Мешіттің ашылуына келген Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев президенттік өкілеттілігін тоқтатардан бір күн бұрын, яғни 2019 жылдың 18 наурызында осы мешіттің алғашқы кірпішін қалағандығын және қасында қазіргі президентіміздің болғандығын да қоса айтып кетті. Бірақ мешіттің ашылу салтанатында президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев болмады. Сондай-ақ Қазақстанның бас мүфтиі де бұл шараға келген жоқ. Есесіне тұңғыш президентпен қатар ашылу рәсіміне Сапарбаев, Мәмин, Баталов, Рахымбаев секілді ескі Қазақстанның кадрларының біразы болыпты. Назарбаевтың баспасөз қызметі елбасы сөзін қолданғандығына да жіті назар аударғандар бар екен. Енді дәл осы болып жатқан жағдаяттардан түрлі саяси астар іздеп жазып жатқандар өте көп екен. Бұл туралы сіздің пікіріңіз қандай? Төменге комментарий бөліміне көзқарастарыңызды, пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Бірақ бұл мешіттің құрылысына ешқандай да бюджеттің, яғни мемлекеттің қаржысы жұмсалмапты. Бұның барлығы жеке демеушілердің қаражатының есебінен салынды деп жатыр. Енді мына қызықты қараңыздар. Қазір Фейсбукта барлығы жазып жатыр. Оның есесіне Қазақстанда 3 ауысымда оқитын қаншама мектеп бар деп Аятжан Ахметжанұлы деген педагог жігіт жазыпты. Сонда қаншама 3 ауысымда балалар мектепке сыймай 3 ауысымда оқып, ескі мектептер бар, құлайын деп тұрған мектептер бар. Оның есесіне мектеп салу керек еді деп жазып жатыр біреулер. Сондай пікірлер алуан кездесіп жатыр. Енді солардың ішіндегі елдің қатты назарын аударғаны Қайрат Жолдыбайұлының мына жазбасы. Дейді, ұрлық ақшаға мешіт салуға бола ма? Болады, бірақ сауабы жоқ. Құдайды ешкім алдай алмайды. Сонда ондай мешітте намаз оқуға болмай ма? Болады. Қайтқан малда қайры бар. Өйткені ол ұрлық ақша әу баста халықтікі болған. Сіз өзіңіз сол мешітте намаз оқыр ма едіңіз? Жолым түссе, міндетті түрде оқимын. Мешітке жұрт неліктен қарсы болып жатыр? Себебі 30 жыл елді тонағандарға деген реніш мешітке көлеңке түсірді. Мешіттің орнына зауыт, фабрика, мектеп салу керек еді дейтіндер бар. Мешітте, мектепте, зауытта қажет, бір-біріне қарсы қоймау керек, бірақ тек мешіт салсам ғана сауап аламын деу қате. Халыққа қажет пайдалы кез келген дүниені жасау құлшылық һәм үлкен сауап. Кәсіпкерлер Гарвард секілді ғылым ордалары мен НАСА секілді зертханаларды құрып жатса, 1000 мешітке бергісіз сауап іс болар еді. Болашақ не болады? Егер президент батыл һәм әділ болса, жақсы болады деген үміт бар. Бірақ жаралы қасқырлардың қайта шабуылынан аса сақ болған жөн. Бір танысыммен сұхбатымыз осындай рәуіште өрбіді. Енді осы жазба арқылы Қайрат Жолдыбайұлының не айтқысы келгендігін іштеріңізден өздеріңіз бағамдай берсеңіздер болады. Енді дәл осы мешіттің іргетасы қаланған, яғни 2019 жылдың 18 наурызы күні Қайрат Жолдыбайұлы Фейсбукта мынандай жазба жариялапты. Яғни мына мешіттің жоспарының суретін салған, осын былай деп жазыпты. Мешіт рухани ордамыз, мұсылмандығымыздың символы. Мешіт көптік етпейді. Астанада жұма күні ел
мешітке сыймай қақаған аязда далада оқиды. Демек халыққа қажет дүние. Мешіт жамағатымен көрікті, сондықтан толерантты зиялы заман көшінен қалмаған жан жақты ұлтын, елін, жерін сүйетін жамағат тәрбиелеп жетілдіруіміз керек. Бұл басты мәселе. Мешіт көбейгенмен соған сайын мұсылмандығымызды үлгі етіп көрсете алатын жамағат жоқ болса, пайдасы жоқ, кем дүние сонда болады. Ендеше осы жағына бас қатыруымыз керек. Мешіттің бой көтеруі аурухана, мектептердің салынуына кедергі емес. Қаржыны мешіттен үнемдеу арқылы емес, ысырап болып, ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетіп, босқа шашылып жатқан өзге дүниелерді қысқарту арқылы шешуге болады. Астанада салынғалы жатқан сәулетті мешітіміздің құрылысы сәтті аяқталып, халыққа есігін айқара ашатын күнге жеткізсін деп тілейік. Бұл жерде қос қолдап қолдаған сияқты болады да, ал жаңа кешегі жарияланған жазбасында кішкене екіұшылау сөйлеп отырған сияқты болып, мен адамдардың өзгеруі туралы ойланып қалдым. Ең бастысы ол жерде біздің мүфтияттың бекіткен ережесімен жүретін, өзіміздің ханафи мазхабында ғана құлшылық ететін, басқа ешқандай діни секталардың, басқа ағымдардың жетегінде кетпейтін жамағат жиналатын құлшылық үйі болса, онда мұндай мешіттің ешқандай тигізетін зияны жоқ, керісінше пайдасы көл-көсір болар еді деп ойлаймын. Өйткені әлемдегі мынау Абу-Дабидегі Шейх Заид мешіті сияқты, Стамбулдағы Сұлтан Ахмет мешіті сияқты әлемнен келген, түкпір-түкпірінен келген түрлі сан мыңдаған туристердің көздеп келіп тамашалайтын әлемдегі бірегей сәулет туындысын қарайтын, туристерді тартып тұратын ғимарат болса, ол біз сол жерге барған жамағаттың алған сауабынан бөлікте олжа болар еді деп ойлаймын. Сондықтан елордамыздың төріндегі мешіт құтты болсын, жүректеріңіз иманға толсын. Видео ұнаған болса, төменге пікір жазып, лайк басып кетіңіздер, және арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар.